Сәлем балалар, бүгін біздегі тақырып 43-ші беттегі People and Jobs, Professions, профессиялар туралы, мамандықтар туралы болады. Бірінші жаттығу, exercise first, listen, point and repeat. Берген сөздерді аударайық. Firefighter, немесе fireman, ол бізде өрт сөндірушісі, фермер, police officer, полиция қызметкері, ветеринар, ол ветеринар дегеніміз мал дәрігері, baker, ол нан пісірушісі, доктор, дәрігер. Екінші жаттығу, бұл жерде listening, оны мұғалімдеріңіз өздері қояды, сол арқылы жасайсыздар. Келесі бетте 44-ші бет, бірінші жаттығу listen, point and repeat, talk with your friend. Қараймыз, uniform дегеніміз униформа, coat, ол бізде сыртқы киім, helmet, шлем, трактор, bag, сөмке, van, бізде фургон, ары заттарды таситын, мысалы бұл жерде кондитерский заттарды, нан, сондай торт сияқты заттарды таситын фургон айтамыз. Бізде бұл жерде сұраққа жауап беріп, ол сұрақты қоюымыз керек, осылай жанымыздағы досымызбен диалог құруымыз керек. Бірінші берілген бойынша whose uniform is it? Бұл кімнің униформасы? It is the police officers. Бұл полиция офицерінің униформасы. Екіншісі бізде coat, сыртқы киім. Сұрақ, whose coat is it? It is the vet's. Бұл кімнің сыртқы киімі? Бұл сыртқы киім ветеринардікі. Үшіншісі, whose helmet is it? It is fireman's, немесе firefighters. Бұл шлем кімніңкі? Бұл өрт сөндірушінің. Төртіншісі, трактор. Whose tractor is it? It is farmer's. Бұл трактор кімніңкі? Бұл фермердікі. Бесіншісі, бізде сөмке. Whose bag is it? It is doctor's. Whose, ол деген кімніңкі? Кімнің сөмкесі? Бұл доктордың, дәрігердің сөмкесі. Алтыншысы, whose van is it? It is baker's. Бұл фургон кімніңкі? Бұл нан пісірушісініңкі. Келесі екінші жаттығу ол listening. Сіздерге өздері мұғалімдер listening қояды. Сол бойынша бірінші, екінші, үшінші деген сияқты белгілеп жазуларыңыз керек. Келесі бетте бізде грамматика берілген, object pronouns, possessive pronouns. Жай ғана pronouns дегеніміз ол есімдіктер. I, you, he, she, it деген есімдіктер. Бұл жай мен, сен, біз, сіздер деген сөздер. Енді бізде me дегеніміз аударылады маған деп. Ал possessive adjectiveте ол my, менің болады. You, your деген сенің. His, оның, his ол ұлға айтылады. Her, оның, қыз балаға айтылады. It's, оның, жануарларға немесе заттарға қатысты айтылады. Our, біздің. Your, сіздің, немесе сіздердің. Their, олардың деп аударылады. Мысалға алатын болсақ, бұл менің сумкам деп айтатын болсақ, this is my bag болады. Қай кезде mine'ды қолданамыз? Егерде сіз сумка, меніңкі деп айтатын болсаңыз, the bag is mine болады. Неге mine сөздің соңында тұр, меніңкі деп аударылып тұрса, mine'ды да қолдана береміз, бірақ сөздің соңында, сөйлемнің соңында келетін болса, біз mine'ды қоямыз. Mine'нан кейін зат есім тұрмайды. Ал майдан кейін біз зат есім қолдана береміз. Сондықтан this is my bag бола береді. Ал бірақ the bag is mine деп біз айта алмаймыз. Себебі сөйлемнің соңында меніңкі деген сөз ол mine болады. Осыны ережені жаттап алу керек. Сеніңкі деп айтатын болсақ, this bag is yours. Сеніңкі. Немесе this is your bag. Тура жаңағындай yours болатын болса, онда ол сөйлемнің соңында келеді. Ал сіз сөздің сөйлемнің ортасына қоятын болсаңыз, сонда this is your bag болу керек. Осыған байланысты енді жаттығуды орындайық. Бірінші жаттығу read and underline. This is Tony and his teacher, Mr. Jones. Бұл Тонидің мұғалімі Mr. Jones. Неге біз his-ді белгіледік, her емес? Себебі Тони дегеніміз ұл бала, сондықтан his болады. Екеуі де his де her де оның деп аударылады, бірақ his-ді белгіледік, себебі оның ұл бала, Тони. Екіншісі, is he your uncle Jack? Uncle деген сол көке деген сөз, аға. Is he your uncle Jack? Is he its uncle болмайды. Its себебі ол жансыз заттарға, жануарларға қолданамыз, сондықтан your қойдық. Үшіншісі, this coat is mine. Жаңа ереже бойынша айтқандай, сөйлемнің соңында келсе my емес, mine, your емес, yours болады. Төртіншісі, look at us. We are climbing. Біздерге қарашы, біз өрмелеп бара жатырмыз дейді. Look at we болса, ол бізге емес, қара біз деп аударылып қалады. We деген біз деген сөз. Ал as ол бізге деген сөз. Бесіншісі, this is your hat. It's yours. Бұл сенің бас киімің, бұл сеніңкі. Неге біз it's you демедік? It's you десек, бұл сен деп аударылады. It's yours, бұл сеніңкі. Екінші жаттығу. Choose and complete. Tell the class about Mr. Нұрлыбек болады. Бұл жерде біз төменде берілген her, his, our, mine деген сияқты қосымшаларды қойып жазуымыз керек. This is Mr. Нұрлыбек Болат.
бұл мистер Нұрлыбек болады. He is a greengrocer. His shop is in our street. Ол нелер, көкөністер сатады. Оның магазины біздің көшеде деп тұр. Біз бұл жерде his shop деп қойдық. Неге? Себебі her shop десек, ол қыз бала болып кетеді. Our десек, біздің болып кетеді. Сондықтан his. Үшіншісі, my sister and I always buy our vegetables from him. Менің әпкем, mine sister болмайды, себебі бұл сөйлемнің басына біз mine қоя алмаймыз. I always buy our vegetables. Біздің жемістерімізді, көкөністерімізді одан сатып аламыз. Біздің дегеніміз our деп аударылады. Аз дегеніміз ол бізге деген сөз. Ал бесіншісі, look at him. Оған қарашы. He's got some apple for us. Ол бізге алма дайындап қойды.